Хайырлы күн. Мен бүгін Байзақ ауданы номер 3 орта мектебіндегі бір апталық жұмысқа шолу жасайтын боламын. 20 қараша дүйсенбі күні біздің мектебімізде қазақ елінің мемлекеттік әнұраны орындалды. Дүйсенбі күні Олимпиада 2023 пәндік олимпиадасының ашылу салтанаты өтті. Ашылу салтанатына ауылымыздың әкімі Күсемісов Самат ағай қатысты. Дүйсенбі күні Бибігүл Абдрахман қызының бұйрығымен оқушыларымыздың сабаққа қатысуына бір апталық мониторинг жүргізілді. Мониторинг жүргізіліп, әлеуметтік педагогтар үй аралады. Сейсенбі кәсіп бағдар күні биология пәнінің мұғалімі Көшкін Надира апайымыз 10-шы А сыныбына метаболизмнің түрлері тақырыбында ашық сабақ өтті. Сондай-ақ, сейсенбі күні мектеп парламентінің фракция жиналысы өтті. Фракция жиналысында экология фракциясы мектеп ауласына қызғалдақтар егу жайлы ұсыныс тастады. Демеушілік есебінен мектеп ауласына 100 түп қызғалдақ егілетін болды. 1-4 сынып оқушылары арасында бақытты балалық шақ бейнеленген сурет байқауы өтті. Сурет байқаудың ұйымдастырушысы Тоқназарова Айгүл апайымыз болды. 22 қараша сәрсенбі поэзия күнінде мектеп оқушыларына мектептің медбикесі Гүлшат Есіркепов апайымыз қызылша ауруының алдын алу бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Сондай-ақ, сәрсенбі күні 7-ші сынып оқушылар арасында Майра Шадиярбекова апайымыз жас ғалымдардың интеллектуалды сайысын өткізді. Сәрсенбі күні 3-ші А сыныбына Гүлшат апай ұлттық мүдде құндылығы бойынша мемлекеттік рәміздер туралы тәрбие сағатын өтті. 23 қараша жалпы адамзаттық құндылықтар күніне орай қыздар клубында жетекші Гаухар Бекет қызы қыздар жиналысын өткізді. Жиналыста ар-ұят құндылығы сөз мәйегі болды. Жиналыста тәрбие орынбасары Алтай Аманжолұлы ағайымыз кибербуллинг туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Тәрбие орталығының ұйымдастыруымен бейсенбі күні инспектор Азат Танабаев бастауыш сынып оқушыларына жол қауіпсіздік ережелері туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Бейсенбілік үлкен үзілісте ұлдар жиналысы өткізіліп, инспектор Азат Танабаев 7-11 сынып оқушыларына зорлық-зомбылық, буллинг және әлімжеттік жауапкершілік туралы толымды ақпарат берді. 24 қараша жұма адалдық күні Кемел адам дебат клубында Балжан Кесекова апайымыз мен және менің құқығым тақырыбында дебат өткізді. Дебатқа 8А және 7-ші А сынып оқушылары қатысты. Сондай-ақ, жұма күні дене шынықтыру пәнінің мұғалімі Танаев Нұрлан ағайымыз 8-ші сынып оқушылар арасында асық ату ұлттық ойынын жүргізді. Жұма адалдық күні 7-ші, 8-ші, 9-ші, 10-ші сынып оқушылары балалар игілігі үшін тақырыбында мектепшілік жәрмеңке өткізді. Аптамыз біртұтас тәрбие бағдарламасының негізінде мәнді де қызықты өтті. Мен Сейсенбек Назерке Мақсатқызы.